Allah Resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem өзінің hadis şerifinde İslam 5 нәрсеге құрылған: иман ету, намаз оқу, зекет беру, қажылыққа бару және де Рамазан айында ораза ұстау деп айтқан. Қасиетті Құран Кәрімде Алла Тағала ораза турасында: ей Аллаға иман келтіргендер, бұрынғыларға ораза фарыз етілгендей сіздерге де фарыз етілді, бәлкім сақтанарсыңдар, тақуалыққа жетесіздер деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисінде Рамазан айы келген кезде жәннаттың есіктері айқара ашылып, тозақтың есіктері жабылады және азғырушы шайтандар сенделеді делінген. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Рамазан айы келген кезде әрбір ізгі амал 10 еседен 700 есеге дейін еселенеді деген. Кімде-кім шынайы иманмен сеніп, Рамазан оразасын ұстаса, өткен күнәлары кешіріледі деген Аллах елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Абай атамыз бір өлеңінде руза, намаз, зекет, хаж, талас, сәсес, жақсы болсаң бәрін тұт, бәрін тегіз. Міне осы арнайы 5 құлшылықтың ішінде, 5 парыздың ішінде Абай атамыз рузаны, яғни оразаны бірінші қылып айтты. Міне биылғы жылдың оразасында, Рамазанында жақсы тілекпенен, жақсы ниетпенен, жақсы амалдарменен оразаны ұстап шығуымызды нәсіп етсін. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Өзінің бір хадисінде ораза ұстаған адам ауыз ашуға асыққан кезде үнемі жақсылықта болады деген. Рамазан ол береке, хайырлы ай. Әрбір ораза ұстаушы ең хайырлысы ол ауыз ашар уақыты. Пайғамбарымыз Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын. Сендерден кім ауыз ашатын болса, құрмамен ашсын. Расында құрма береке. Егер құрма табылмайтын болсаңдар, онда сумен ашсын. Өйткені су таза деген. Аллах Тағала оразаларымызды қабыл етсін.